Егер әр күнің бірдей өтіп, өміріңнің өзгергенін қаласаң, өзіңнен баста. Өмірді өзгерту үшін өзіңді өзгерт, өз-өзіңе сенімді бол. Иә, бәрі айтады, айту оңай, бірақ қалай сенімді болуға болады? Біріншісі мимен жұмыс. Біздің миымыз қай жер шын, қай жер қиял толық ажырата бермейді. Сондықтан сен өзіңді уверенный адам сияқты ұстасаң, ми соны шын деп қабылдайды. Кішкентай қадамдардан баста. Бірдеңе сұрағың келсе, жол немесе уақыт, 10 минут ойланбай бірден барып сұра. Сабақта жауапты білсең, қол көтер. Қате бола ма деп ойламам. Өз ойыңды айтудан қорықпа. Басында бұл жай роль сияқты болады. Кейін әдетке айналады. Сосын бұл сенің шынайы версияң болады. Екіншісі сырт келбет. Сенің сырт келбетің сенің подачаң. Идеал болу міндетті емес, бірақ сенде өзіңе тән стиль болса, немесе бір ерекше деталь болса, сен автоматты түрде сенімді көрінесің. Мысалы, әдемі аксессуар, сақина, цепочка, таза жинақы шаш, өзіңе жарасатын стиль. Сен өзіңе ұнасаң, басқалар да сені солай қабылдайды. Үшіншісі мышление. Сен өзіңмен қалай сөйлессең, сол сенің өмірің. Егер сен үнемі менде болмайды, мен істей алмаймын десең, сен тіпті тырыспайсың. Оны өзгерту керек. Мен істей алмаймын деудің орнына байқап көремін деп, мен странныймын деп ойлаудың орнына мен ерекше адаммын деп қабылдауың қажет. Және ең маңыздысы басқалардың пікіріне тәуелді болма. Барлығы сені түсінуі міндетті емес, сен өзіңді өзің түсінсең жеткілікті. Төртіншісі қазіргі сәтте өмір сүру. Көп адам өмір сүрмейді, олар тек ойланады. Не болады екен, адамдар не дейді, кейін жасаймын, ал өмір дәл қазір өтіп жатыр. Кейде просто сыртқа шық та өзіңді ойламай жүр. Күлгің келсе күл, видео түсіргің келсе бүгін баста. Идеальный момент болмайды, ең дұрыс уақыт ол қазір. Сенімділік қорықпау емес, қорықсан да әрекет ету.